Не ғой? Машинкалар мықты екен. Келесі алып жатқан көлігіміз Toyota Highlander. Бұл гибрид 2023 10.000 пробегпен. Не битый, не крашеный. Барлығы өзінің заводтық қалпында. Так, теңгемен қанша алдыңыз? 16 миллион 600 ба сондай. 16 миллион 600. Автотұрға келген ағаларымыз өздері осында бірге іздедік. 2 күн іздедік па кешеден бері? 2 күн іздедік. Барлық машина көрдік, барлығын есептедік. Тиімді осындай өте жақсы тиімді шешімге тоқталып, қазір 16 миллион 600-ге жаңа 2023 жылы Highlander шешім қабылдадық. Өзіңізге қалай дұрыс деп ойладыңыз ба енді? Аллаға шүкір. Айбек бауырыма рахмет. Міне біз автотурмен келгенбіз. Алыстан қай күні келдік біз? Сенбі келдік деп. Жұма келдіңіз. Жұма жаттық. Сенбі, жексенбі бүгін 2-ші күнде Құдай бұйыртып таптық әйтеуір қалаған машинемізді. Алла разы болсын. Айбек бауырым. Рахмет. Табыс тілеймін. Рахмет. Тілегіңізге, ниетіңізге, сенгеніңізге рахмет. Еңбектерің ретті болсын. Енді не дейміз? Қуат берсін. Рахмет. Алла тағала. Бір-екі тағы осы жайтты пайдаланып бір-екі сұрақ қойып жүрейін. Жалпы бізді қалай көрдіңіз, қалай таптыңыз ең бастысы? Енді бұл жерде біз Инстаграм арқылы. Біраз бізде дамыған цифрларымыз, дамыған заманға. Содан қарап отырып, Айбек бауырымның комментарийі жаңағы өте жаңа сыпайы дейді ғой. Рахмет. Сондай нелер кішкене жүректен өтіп кетті да. Басқа да нелерді Инстаграмда салыстырдыңыз, көрдіңіз. Басқалар комментарийсін оқып жатырмын. Сосын бізде офиске бардыңыз. Біздің офисіміз бар, ескертіп айтайық сіздерге, 5 қалада офисіміз бар. Офиске барды, сол жақта менеджерлермен сөйлестіңіз, одан кейін Рахымжан бауырмен сөйлесіп, өзімен жаңағы бәрін етіп, телефондарын алып, табыстап. Айбек бауырым. Ары қарай уже 2-ші күн біргеміз. Ертең тағы кішкене жұмыстарымыз бар, Құдай қаласа. Негізі басқа 2015 жылға көліктер қарайым деп келгесіз. Өз ойым кішкене бір 200 деген сияқты сондай қарап келіп едім, енді оған қазір дамыған заманға байланысты кішкене елден қалмай, көштен қалмайық деп, жылы жаңалауға. Жылы жаңасын алайық деп. Тиімді болды да, чем өкіметке көп пайызын төлегенше, әйтеуір оптимальный дейді ғой, орысша, қазақша сол тиімдісін. Сізге есеп жағынан толық есеп бердік, ол машинаны есептедік, жаңағы 200-ды, одан қаса Прадоны есептедік, бірақ олардың растаможкасы өтелі объем үлкеніне байланысты, налогына байланысты көп шығып тұрды. Машинаның өзі арзан қалғанмен, жылынан жаңа неден кішкене ұтылатын жайттар барды. Мынаның документіне мынаның Highlander машинаға сол баға қаламыз, қайта сол баға қаламыз, бірақтан құжатын аз кетеді, зато 2023 жылғасы ертең сату бәрі солай есепке келді өзіңізге. Сатуға емес өзіме деп алып отырмын. Под ключ жаңа қанша есептедік? Где-то 21-22-ке шықты. 21-22-нің арасында ары барса. Ал Қазақстанда колесодан өзіңше қарап көрдіңіз, 27, кемі бір 4-5 миллион разницамен 23, тиімді. Дубайдан алған тиімді жақтары бар екен, адамдарға кеңес бере аласыз. Бере аламыз. Енді осы көлігіңіз сізге біз жақтан тілегіміз, сізге бұйырсын, ертең жемісін берсін, жаңағыдай жақсы күндерге мініңіз. Сатып жатсаңыз, тағы да келіп жатарсыз. Бұйырсын. Жақсы, рахмет. Барлығы шынайы ғой, ешқандай. Кішкене айтып ол лайфрезен қаса сертификат түсіп алу керек еді деп оны да түсіреміз. Міне мына жерде неше түрлі үлкен су жаңа көліктер бар, кез келген.
осылай келіп өздеріңіз көріп, айдап көріп, таңдап көріп алуларыңызға болады. Міне барлығын өздері төлеп жатыр. Міне квитанцияларын алып кетеді барлығы осылай видеомен. Және де тағы да біздің бұл видеоны алдық деп қана қоймай, соңына дейін көрсеңіздер, Алла қаласа елге жеткеннен кейін автокөлік жеткенін барлығын отчеты түсірілетін болады. Кез келген адамдардың алдағы уақытта басқа біреулерді видеоларын көріп жатсаңыздар, алған видеосын алдық дегеннен кейін ол машина жеткен жайлы толық ақпаратты ешет етіп көрулеріңізге кеңес беремін. Сіздермен Дубай колеса автотұрға шақырамыз.